ұйымдастырады. Департамент алдындағы жылдың 1-тоқсандағы жедел қызметтік жұмыстың қорытындыларымен алдағы кезеңдерге бағытталарын күтіп тұрады. Ауыр және аса ауыр дәрежелі қылмыстардың ашылымы бойынша былтырғы жылы көрсеткіштерді қуаттадық. Ал қасақана кісі өлтіру, денеге ауыр жарақат салу, зорлау, ауыр дәрежелі тонау, қарақшылық және ауыр дәрежелі бұзақылық қылмыстардың ашылымы 100%-ді құрады. Қала аудан басшыларымен ауыр және аса ауыр дәрежелі қылмыстардың ізін суытпай ашу, іздеудегі қылмыскерлер мен хабар ошаршы болған тұлғалардың жүрген жерлерін анықтау, осы мақсатта барлық күш құралдары оқиға орнына тез арада шығып, толыққанды жедел іздестіру және басқа да жұмыстарды ұйымдастыруы қажет.